Қазір 1 минут. Қандай бағыттарда жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыстан қозғалысты жалғастыру мүмкін дейді. Онда белгі қандай тұр? Нұсқау белгісі тұр. Онда тек оңға жүреді. Көрдіңіз бе? Жақсы. Мұнда қай көлік құралының жүргізушісі жүруде басымдыққа ие дейді. Трактор басымдыққа ие. Дұрыс па? Трактор басымдыққа ие ма? Иә, өйткені мынандай белгі тұр ғой бізде, басымдылықты береді. Басымдылық белгісі. Қараңыз міне. Анимациясына. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Жүк автокөлігінің жүргізушісі қиылыстан жүріп өтеді дейді. Қандай кезекпен өтеді? Ода бізде жол таңбасы бар, жол беріңіз деген. Сондықтан бұл тең мағыналы қиылыс болып саналмайды. Сондықтан жеңіл көлік басымды болып өтеді. Қалай дейсіз, қосын айтыңыз? Жүк автокөлігінің жүргізушісі қиылыста жүріп өтеді дейді. Жеңіл автокөлікке жол береді деп жауап бересіз. Жол таңбасына қарау керексіз де міне. Жол беріңіз депті. Қауіпті жүк тану белгісі бар көлік құралы қай бағыттарда қозғалысты жалғастыра алады? Әрине, тек тура бағытта. Әрине. Осы жол белгісі жүргізушілерді не туралы ескертеді? Бұл бізге ескертпейді негізі, е? Бұл бізде шеңберлі жүріс бар екенін көрсетеді. Ескерту белгілері ол үшбұрышты болып келмей ма? Дұрыс па? Ол нұсқау белгісі. Қиылыстағы рұқсат етілген қозғалысын бағыты дейді. Реверсивтік те ол емес, бұл емес. Айналма қозғалыс бар қиылысқа шығу дейді. Әрине, С болады. Бірақ мұнда шеңберлі жүріс деп жазу керек та. Жақсы. Жүргізушіге осы белгіден кейін орналасқан не дейді? Өзі тұратын үйге жүріп өтуіне рұқсат етілген бе дейді. То есть, осы аймақта, мысалы біз суретпен көрсетіп жүрейін. Егерде біз осы аймақта тұрсақ, бізге кіруге бола ма деген сұрақ қойды. Болады, тек қарама-қарсы бағытынан, кері бағытынан. Айналып келесің де, ол өйткені бір жақты жүріс жолының аяғында орнатылады. Түсінікті ма? Мұнда жауабымыз тыйым салынады, себебі бұл белгінің атауы өзі кіруге тыйым салынады. Түсінікті ма? Міне, тыйым салынған негізі, бірақ біздің жауабымыз мен дұрыс келмеді. Қарсы бағыттан ғана рұқсат етілген. Қарсы бағыттан. Осыны таңдайсыздар, достар, сондықтан. Негізі екі жауапта дұрыс, кіруге бола ма дейді, жоқ деп жауап берсен де дұрыс. Қарсы бағытта ғана рұқсат етілген деген де дұрыс. Жаңағы талқылағанбыз. Сондықтан осылай шықты. Толықтай бүкіл варианттарын оқыңыздар. Жүргізушілердің қайсысы жолдың жөнделіп жатқан учаскесіне айналып өту кезінде жол беруге тиіс дейді. Мұнда тиіс негізі жүк көлік. Дұрыс па? Себебі кедергі жүк көлікте болады. Міне. Қазақша ютубқа әрине салып отырмыз қазір видеоларды. Обработкада болып отыр. Із-түссіз тынысы жоқ зардап шегушіні қалай дұрыс жатқызу керек дейді. Артқы жағында бүйірлі қалпына келтіру жағдайда, артқы жағында басына жастық қойып дейді. Қалай ойлайсыз? Мұнда оқырмандардан сұрайық. Ал қарастырып көріңіздер. Бүйірлік сұрақтары осқан ба? Мақсаты осқан. Осы жауап
Қандай болып келеді екен? Жауап С дейді. Жақсы, жауап С деп айтты оқырман. Мысал басайық. Бүйірлік. Жаңа біреуде бүйірлік деп жазып, соны басу керек. Бүйірлік. Қандай көлік құралдарына осы жол белгісі қозғалысқа тыйым салады? Мына бізде иенін көрсетеді. 3 метрден иеніміз жоғары болса, онда жүруге тыйым салынады. Габариттік иені 3 метрден артық көлік құралдарына жүкпен немесе жүксіз дейді. Жауабы Б болады. Қай көліктің жүргізушісі таңбалау сызығын кесіп өтіп қағидаларды бұзды дейді. Тағы да көрсетейін. Анимация не? Міне. Көк жоқ қой. Қызыл де. Қызыл. Өйткені мына тұтас таңбасы тұрды. Берілген белгі орнатылған жолдарда жүргізіп үйренуге. То есть, оқу көлік құралымен сіздер бұндай белгіде үйрете аласыздар ма дейді. Негізі оқу көлік құралы 40-тан жоғары жүруге тыйым салынады. Бірақ бұндай белгіде жүруге болады, егерде біздің маршрутымыз болса. Түнгі уақытта көлік жүргізуші кезінде ұсынылмайды дейді. Жолдағы кез келген қараңғы немесе түсініксіз заттарға мұқият назар аударуға, көліктің фараларын жарқындатқан аймақта ғана емес, оның сыртында да жолды бақылау, көздеріңізді демалу үшін көліктің ішінде шамдарды қосуға дейді. Әрине, мынау ғой міне. С. Ана салондағы шырақты қосып қойған дейді. Көліктің ішіне. Дұрыс емес қой. Жеңіл автокөлік бұрылыста аударылып кетуден қандай жағдайлар барынша тұрақты дейді. Жүксіз және жолаушыларсыз. Әрине, бірінші А болады. Құрметті оқырмандар, көбірек лайкты басыңыздар. Және де менің парақшама тіркеліңіздер. Мұнда көп стрим өткіземіз қазақ тілінде және орыс тілінде. Сондықтан және де менің YouTube парақшама кіріңіздер. Анда өте көп ақпарат бар қазақ тілінде. Бүкіл жол белгілері, жол жүріс қағидасы және де автодромдағы жаттығулар да бар қазақ тілінде. Қарап өтіңіздер. Ол үшін профильға басып, профильде анда сілтеме болады. YouTube'тың суреті соған басаңыздар, уже кіресіздер. Тіркемелерді жолаушыларды тасуға рұқсат етіледі ме? Мұнда тыйым салынады. Әрине. Мүмкін басқа бір сұрақ болған шығар. Міне маневрдің әрекеті, егерде бұрылыс жақтар жанбаса, онда қолмен бәрін көрсетеді. Қандай бағытта жүреді дейді. Жүргізушінің сол жаққа созылған сол маққа сол жақ қолы не туралы хабарландырады дейді. Ол бізге солға немесе кері бұрылу үшін ақпарат береді. Сол жақтан көлік құралына жақындау туралы дейді. Солға бұрылу немесе бұрылуды орындау ойы туралы дейді. Міне. Реттеушінің бұл сигналы қозғалысқа тыйым салады. Қозғалысқа тыйым салады дейді. Мынау бізде суреті дұрыс көрінбей тұрды, тағы да бір рет көрейік. Үшінші положениеда тұр, Тек тура дейді. Тура және оңға. Барлық бағыттарда қозғалуға рұқсат береді. Әрине, міне Д болады өйткені мынау. Сол иығынан тұрмызда, оң қолы алдыға созылған. Онда біз кез келген бағытта жүре аламыз. Бірақ мұнда жазылмағанда қай көлік қандай бағытта жүреді. Мысалы, көк көлік тура және оңға жүре алады. Оңға жүргенде жаяу жүргіншіге жол беру керек. Мына екі көлік тура бағытта солға және кері бұрыла алады.
Мысалы. Бағытты көрсетілген. Жаяу жүргіншілерге жол жиегі бойынша жүруге рұқсат етіледі ме? Етіледі. Енді қайда жүреді олар? Жүреді, етіледі. Егер де ол жаяу жүргіншілер жолдан бетіп қиып өтсе, онда болмайды. Өйткені жолақ бөлетін орнатылып тұр да. Ылғалды дәке майлығы қандай жағдайда қолданылады? Осы медициналық сұрақтарды оқырмандарларға берейік. Кім бірінші жауап береді, соның жауабын таңдаймыз. Менде интернет ойнап тұр, дұрыс емес. Жақсы. Так, ылғалды дәке майлығы қандай жағдайда қолданылады дейді. Іштің ашық жарақтарына, менің ашық жарақтарына, ашық бас сүйек ми жарақтарына гематорикасы, іштің ашық жарақтарына ампутациялық аяқ. Мен бұл сұрақты білмейді екенмін. Қайсысын таңдайсыз? Бол. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша оңға бұрылуы рұқсат етілген. Енді мұнда А траекториясымен бұрылған дұрыс болады, өйткені мұнда жол таңбасы тұтас сызық болып тұр. Бұл белгі қай көлік құралына жүруге тыйым салады? Енді бұл белгіде тыйым салу белгісі салмақты көрсетеді. Кімнің салмағы 7 тоннадан асады, сондықтан соған жүруге тыйым салады. Міне, А болады жауабы. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Тұруға деген ол орыс тілінде айтқанда стоянка дейміз. Тұруға деген. Негізі тұруға емес, тоқтап тұруға деп негізі жазылу керек та. Өзі екі белгі бар ғой бізде. Тоқтауға тыйым салынады және тоқтап тұруға тыйым салынады. Сонда мұнда жауабымыз тоқтап тұруға тыйым салынады. Мұнда тоқтап тұруға бола ма деп сізге сұрақ қойылып тұрды. Мысалы, бұл белгінің қолданылу аймағы ол бізге мына бағытта көрсетілген. Сонда сіз белгіден кейін тоқтауыңызға болады. Егер де мына белгі болмаса, астында қосымша ақпараттық белгі. Онда мына бағытта қолданылушы еді бұл белгі. Сондықтан сіз рұқсат етіледі деп жауап бересіз. Оңға бұрылған кезде жүргізуші міндетті дейді. Не істейді? Әрине, жол беру керек. Қиылыстан алдында тоқтап реттеуші жоқ, ол емес. Ескерту дыбыстық сигналы беріп, оңға бұрылуға, оңға қозғалыс бағыты бойынша өтіп бара жатқан жаяу жүргіншілерге жол беріп, оңға бұрылуға дейді. Әрине, Б болады. Осы жол белгілері не туралы хабарландырады? Тұрақ бар дейді, парковка дейміз ба? Былай, 10 метр орнатылған дейді, 10 жақта. Төтенше жағдайларда көлік құралын беру туралы талап мына көлік құралдарына қатысты емес дейді. Шетел мемлекеттері мен дипломатиялық иммунитеті ие халықаралық ұйымдар. Не, А болады жауап. Басасыз. Жүргізушінің шаршауына негізі белгілері қандай дейді? Ұйқышылық, сыбырлық, назарыңыз белсендеу. Қайсысын таңдайсың? Осындай оңай сұрақ негізі. А ғой?
Nasıl aynalı? Az yaptınız. Жақсы. Таңдық. Жақсы. Оңай сұрақтардың бірі, иә? Жеңіл автокөлік жүргізушісі тоннельдерде тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі, тыйым салынады. Жасанды не дейді? Жарқында болмаған кезде тыйым салынады. Егер көлік құралының қозғалысына кедергі келтірмесе рұқсат етіледі дейді. Әрине, тоннельде, көпірдің үстінде, көпірдің астында, қауіпті бұрылыстарда тыйым салынады. Темір жолда тыйым салынады, иә? Тікелей жүруді көздейтін қызыл автокөлік жүргізушісі бұл жағдайды. Тағы да анимациясын қарап өтейік. Міне. Қосымша секциясын оңға қосқан, бірақ қызыл көлік тура бағытта жүрем дейді. Онда не істейді? Артқы көлік оңға қоспаған, ол да тура бағытта жүрем дейді. Онда екеуі негізгі шырақтың жасыл шырағын тосып, тура бағытта жүреді. Егер де артыңғы көлік оңға қосып қалса, онда қызыл көлік міндетті болады оңға бұрылып кетуге. Көрдіңіз бе? Айырмашылығы осындайда. Артқы көлікке қарайсыздар. Артқы немесіне қарайсыз. Иә. Şu signalları күтіп, оң жақ жақтың жағып тұрса, оң жақтың жыпылдақ жағып тұрса. Онда жыпылдақ жақса, онда артқы көлік оңға қосты ма, қызыл көлік оңға бұрылып кетеді. Егер де екеуі де тура бағытта жүрсе, онда жасыл шырақты тосады, тура бағытта жүреді. Әрине. Негізгі шырақ. Рұқсат беруші сигналы болған кезде қозғалысын тура жалғастыру үшін көршілес жолаққа ауыстыра алады дейді. Жоқ, мынау ғой міне жауабы А. Жасыл жанды ма? Міне екеуі де тура бағытта жүрді. Тахограф деген бұл дейді. Тахограф деген мен оны YouTube-та түсіндірген бір сабақ бар. Тахограф деген ол такси, солардың жұмыс уақытын, жалақысын көрсететін цифрлық аппарат. Осыны Б деп жауап бересіздер. Кім бірінші өтеді? Алға айтып. Трамвай. Дәл солай. Трамвай басымды болып келеді. Қос дөңгелекті мотоциклдарға тіркеп сүйреу рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Мұнда қосымша тіркемесі болса ғана рұқсат етіледі. Тыйым салынады. Жүру бөлігінің ортаңғы жолағын пайдаланып басып озуды орындауға рұқсат етіледі ме дейді. Әрине, рұқсат етіледі. Жолға болғандықтан тыйым салынады дейді. Рұқсат етіледі деп жауап бересіз бұл жерде. Қайтадан өз жолағына түсуге болады. Бұл жолаққа түскен соң уже озу жолағы дейді, ортаңыз. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Қосымша ақпараттық белгі нені ақпарат етеді. Мүгедек тану белгісі орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны дейді. Жүргізушілердің қайсысы қиылысты өту ережелерін бұзды дейді, мысалы. Әрине, көк көлік тең мағыналы қиылса, оң жақтағы көлік басымды болып келеді. Сондықтан көк автокөлік жүргізушісі жол беру керек қой ол. Тең мағыналы қиылса, оң жақтағы көлік басымды болады. Тең бұрылса дейсіз бе? Тең қиылса, оң жақтағы көлік басымды болып келеді. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай траектория бойынша қозғалысты жалғастырады? Б мен әрине оң жақпен жүреді. А1 қосымша санаттан жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалыс рұқсат етіледі ме?
әрине тыйым салынады бұл. Тротуар деген неме Жолдың шетімен жүру керек. Болмайды. Тротуардың мәнісін деймін ғой. Жеңіл автокөлік жүргізушісі осы жағдайда бұдан әрі қозғалысын жалғастырады, оң жақ жолаққа ауысу, тротуардың қасында тоқтайды дейді. Жоқ, мұнда дыбыстық сигналы жоқ, жай шамшырақ қосылған, бұдан әрі қозғалысын жалғастырады. Дыбыстық сигнал болса, онда жылдамдығын азайтады, назар аударады. Артыңызда келе жатса, онда оңға қарай көшесіз. Мынау жаңағы сұрақ қой, автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме дейді. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме, әрине. Құрметті оқырмандар, 3 сұрақ қалды. Тіркеліңіздер және лайкты басыңыздар көбірек. Егер де бұл тесті алғыларыңыз келсе, бүгін бізге скидка берген 15 аккаунтқа. 15 аккаунт 4500 теңгенің орнына 4000 теңге болады екен. Бүгін 15 кісіге ғана солай берілген. Сондықтан профильға кіріп мен номерімді алып, WhatsAppқа жазыңыздар. Бұл тест сіздерге 3 айға беріледі. Және де мұнда бүкіл категориясы емес, таңдаған категорияларыңыз болады. Келесі, қозғалыс жолында терең шалшық болса, ол арқылы өту үшін ұсынылады дейді. Шалшық деген ол бізде шұңқырда айтқан ба? Шалшық деген батпақ жылы батпақ. Су бар. Төмен жылдамдықта және төмен берілісте жүру дейді. Беріліс дегеніміз передача деймін ғой орыс тілінде. Қоспа. Әрине, жауабы бізде А болады. Төмен жылдамдықта және төмен берілісте жүру. Біріншісі ғой қазір. Осы жағдайда А1 қосымша санаттан жатпайтын мопедтің жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Әрине, мұнда рұқсат етіледі. Егер екі жолақ біздің жүріс бағытымыз бойынша, онда тыйым салынады. Бір жолақ болса, онда сол жаққа бұрылуға болады. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Суретке қараймыз. Қызыл көлік. Бұл екі көлікте бізде басты жол тұр міне сурет бойынша. Бізде жол беріңіз дейді. Басты жолдың бағыты бойынша. Қай жерде беріңіз басты жол беріңіз? Екеуіне де жол бересіз. Екі көлік құралына да жол беру. Басты жол екені қайда біздің той деген ғой? Міне қарамен сызылған ғой. Ана ата сары берген ме онда? Құрметті оқырмандар, міне 40-тан 37 жинадық. Ол өте жақсы результат. Сондықтан осы тестпен дайындалыңыздар. Кеше менде 4 оқушым тапсырып өтті. Жақсы, бүгін прямой эфир аяқталды. Тіркеліңіздер парақшаға тағы.